Сәлем достар. Бүгін босанғаннан кейін салмақ тастауға кедергі ететін 6 әдет туралы айтатын боламыз. Мені жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Жүктілік кезінде әйелдің 9-14 кг салмақ қосуы қалыпты. Ол неден тұрады? Нәрестенің салмағы орташа 3 кг, бірақ одан да ірі балалар болады. Жатыр салмағы қалыпты түрде 1 кг дейін өседі. Оған 650 грамм жолдасы қосылады. Қағанақ суы шамамен 900 грамм. Айналмалы қанның көлемі артады. Ол шамамен 1200 граммды құрайды. Сүтті бездердің көлемі 500 граммға дейін артады. Баланы қозғалыс кезінде сақтап тұратын майлы қабат 2 кг 400 граммға дейін барады. Тін сұйықтығы 2 кг 700 граммға дейін барады. Әйел босанғаннан кейін шамамен 5-6 кг жоғалтады. Одан кейін 2-3 ай өткен соң тағы да 2-3 кг салмақ кетеді. Егер жүктілік кезеңі мен босану процесі жақсы өтсе, толықтай қалыпқа келу жарты жылдан 2 жылға дейінгі уақытты алуы мүмкін. Жүктілік кезінде жиналған артық салмақтан ұзақ уақыт арыла алмауға мына әдеттер себеп болуы мүмкін. Бірінші, жүктілік кезінде 2 адам үшін тамақ жеу. Кей адамдар жүкті әйел 2 адам үшін тамақ жеу керек деп санайды, бірақ бұл қате пікір. Біріншіден, артық салмақ буындарға кері әсер етеді. Оларға пайда болған жүктемені көтеру қиынға соғады. Екіншіден, өте көп салмақ жинау босану процесінің әлсіздігіне әкелуі мүмкін. Себебі артық салмақ кесірінен іш бұлшықеттері әлсізденіп кетеді. Сондықтан дәрігерлер жүктілік кезінде пайдалы әрі құнарлы тамақтарға аса мән беріп, зиян тағамдарды көп жемеуге кеңес береді. Екінші, бала емізу кезінде майлы және калориялы тамақ жеу. Ананың рационы калориялы болса, бала жылдам өседі деген де қате пікір бар. Ананың тамақтану салмақ қосуға емес, сүт бөлінуге ықпал ететін болуы керек. Сондықтан дәрігерлер бала емізетін анаға майлы немесе қуырылған тамақтар емес, сұйық сорпалар ішуді ұсынады. Үшінші, аз ұйықтау. Мелатонин ұйқы гормоны зат алмасу жылдамдығына жауап береді. Егер ағзаға мелатонин жетпесе, ми оны күйзеліс ретінде қабылдап, керек болып қалған жағдайда деп энергия жинай бастайды. Ал ағза оны тек тамақтан ала алады. Сондықтан қарныңыз аша береді. Сол үшін басқа отбасы мүшелерінен көмек сұрауға ұялмай, уақытылы ұйықтап алу керек. Әйтпесе, ұзақ уақыт аз ұйықтау күйзеліске де әкелуі мүмкін. Төртінші, таңғы ас ішпеу. Тойымды әрі құнарлы таңғы астан соң тіске басарлар іздемейсіз. Ағза түске дейін жеген тағамдарды майға емес энергияға айналдырады. Бесінші, компьютер немесе теледидар алдында тамақ ішу. Тамақ ішіп отырып сериалға немесе әлеуметтік желілерге алаңдасаңыз, тойғаныңызды байқамай қаласыз. Сондықтан қалыптыдан артық жеп қоюыңыз да мүмкін. Алтыншы, су ішпеу. Су зат алмасуды жылдамдатады. Сондықтан күні бойы бөлме температурасындағы газдалмаған қарапайым су ішуді әдетке айналдырыңыз. Егер де видеом қызық болса, қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыз, лайк басып, комментарий жазып, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.